Қазтрансойл акционерлік қоғамы үшін баға жетпес байлық оның адамдары. Осы ретте әрбір қызметкердің үйге аман-есен оралуы компания үшін аса маңызды. Мұны біздің әріптестер де жақсы түсінеді. Олар мұны қалай түсінеді? Әріптестеріміз компанияда қорғау карточкасы жобасы аясында еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау бойынша өз ұсыныстарын ортаға салады. Еңбекті қорғауға арналған әріптестеріміздің ерекше ұсынысына бірге назар салайық. Ассалаумалейкум әріптестер. Мен Айдагизов Орлан Шешенбайұлы. Шығыс операторлық қызмет көрсету басқармасының номер 8 мұнай-газ станциясының вахталық автобус жүргізушісімін. Сіздерге көрсетейін дегенім, мен осы техникалық қауіпсіздікке қосайын деген үлесім. Мысалға, мынау КАМАЗ 4318 парым ТМ болып келеді. Біз бұған салған камераларымыз, мысалға, бұл артқа шегінген кезде артындағы қауіпсіздікті, жаңағы адамдардың бар жоғын көру үшін салған камераларымыз. Мысалға, мына жерден қосамыз, камера қосылады. Автоматты түрде артқы жүріске қосқан кезде автомат түрде артқы жүрістің көрсетеді обзорын бәрін. Сөндіргенде пункттің ішіндегі жағдайды көрсетеді. Қандай жағдай болып жатыр, қандай қауіпсіздіктер болып жатыр, апатты жағдай болып жатыр ма, жоқ па, соның бәрін көрсетеді. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай камера жоғарыда тұр, артқы жүрісті көрсететін. Екінші камера пункттің ішінде жоғары жақта орнатылған. Қорғау карточкасы бойынша қағаз түрінде немесе онлайн түрде компания сайтында және мобильді қосымшада өз ұсынысыңызды қалдыра аласыз. Естеріңізге сала кетейік, үздік қорғау картасының иегеріне ақшалай сыйлық беріледі. Өз қауіпсіздігімізді бірге қорғайық.